Ата-ана үшін ең ауыр сәт өз баласының суып кеткенін, қадірлемейтінін, кейде тіпті сыйламайтынын сезіну. Кеше ғана алақаныңызда әлпештеп өсірген балаңыздың бүгін сізге қатқыл сөйлеп, сіздің ақыл кеңесіңізді құлағына да ілмей өз бетімен кетуі жүректі жаралайтын жағдай. Бірақ осындай сәттерде ең бірінші өзіңізді жоғалтып алмау маңызды. Ренжімеңіз, тынышталыңыз, себебін іздеңіз. Балаңыздың сізге деген суық қарым-қатынасы қайдан пайда болды? Мүмкін сіз тым көп талап қойдыңыз ба? Әлде өз махаббатыңызды көрсетуді ұмыттыңыз ба? Немесе бұл балаңыздың өтпелі кезеңі, өмір мен өзін іздейтін сәті ме? Себепті түсінбей жатып, ренжігеннен пайда жоқ. Себепті тапсаңыз ғана дұрыс шешім табасыз. Сыйламағаны үшін кек алмаңыз, махаббатыңызды үзбеңіз. Сыйламаған балаға сіз де салқын қарап, қарым-қатынасты үзіп тастасаңыз, мәселе одан сайын ушығады. Қайта сіз үлкенсіз, сіз ұстазсыз. Сіздің рөліңіз махаббатпен тәрбиелеу, бағыт беру. Бала сізден жылу алмаса, оны басқа суық әлемнен іздейді. Мейірімділікпен, сабырлықпен жауап беріңіз. Қанша жерден ішіңіз күйіп тұрса да, дауыс көтеріп, қатал жауап қайтармаңыз. Бала жүрегін тек сабыр ғана жұмсарта алады. Уақыт өте келе, бала өзінің дөрекілігін, сізге жасаған қиянатын түсінеді. Бірақ ол тек сіздің сабырлығыңызды көргенде ғана. Өз қадіріңізді ұмытпаңыз. Сыйламайды екен деп, өз-өзіңізге деген құрметіңізді жоғалтып алмаңыз. Мен анамын, мен әкемін. Мен осы баланы өмірге әкеліп, бағып-қағып өсірдім деген ішкі сеніммен өмір сүріңіз. Тыныш жүріңіз, ашуланбай ақылыңызбен шешіңіз. Қадіріңізді бала түсінбесе де, Алла біледі. Мүлде сөйлеспей қоймаңыз, бірақ шекараңызды білдіріңіз. Кейде бала еркелікпен шектен шығып, ата-ананың төзімін сынауы мүмкін. Ондай сәтте мүлдем үнсіз кетіп қалмай, жаймен, бірақ анық етіп, сенің бұл сөзің менің жүрегімді ауыртты. Мен сені жақсы көрем, бірақ мен де адаммын. Менің де сезімім бар деп ашық айту керек. Дұға етіңіз, Алла жүректі жұмсартады. Ата-ананың баласы үшін жасаған дұғасы ешқашан бос кетпейді. Ренжігенде, жалғызсырағанда, жылағанда Аллаға шағыныңыз. Ешкімге айта алмаған ішкі сырыңызды оған айтыңыз. Себебі жүректерді жұмсартатын бір Алла ғана. Бала уақытша қонақ. Бүгін сіздің үйіңізде, ертең өз өмірінде. Бірақ қандай бала болмасын, түбі ата-анасына оралады. Қайтадан сағынып келеді. Ол кезде сіздің сабыр мен махаббатпен жасаған қарым-қатынасыңыз ғана арадағы көпір болады. Сол себепті, егер балаларыңыз сізді сыйламайтын болса, ренжімеңіз. Жай ғана бір саты биік тұрып, сабыр сақтаңыз. Себебі сіз ата-анасыз. Сіздің орныңыз әр қашан биік. Баланың қателігімен сіздің құныңыз төмендемейді. Тек өз жүрегіңіздің жылуын жоғалтпаңыз. Ертең ол жылуға балаңыз қайта оралады, сеніңіз. Баланың қаттылығы ата-ананың сабырымен жұмсарады. Сый көрмесең де, сыйыңнан жаңылма. Бала түсінбесе, уақыт түсіндіреді. Ата-ананың үнсіздігі кейде ең үлкен тәрбие. Сыйламаған балаға ашулану емес, ақыл керек. Ата-ананың қадірін білмеген өмірдің сабағынан біледі. Құрметті сұрамай-ақ өнегемен үйрет. Сый көрмеген жүректе мейірімді бола алады. Сабырлы ата-ана тентек баланың ұстазы. Балаң қатты сөйлесе де, сен жұмсақ бол. Ата-ананың қадірі кеш түсінілетін шындық.
Сен сыйламасаң да, ол сенің анаң, ол сенің әкең. Жылулықты жоғалтпаған жүрек кешірімнің мекені. Балаға бәрін беруге болады, тек шектен аспауын ұмытпа. Сыйламаған бала өзі де сыйдан айырылады. Бүгін ренжітсе, ертең өкініп оралады. Тәрбиенің төресі өз қадіріңді ұмытпау. Қатты сөз қатыгездіктен емес, түсінбеушіліктен туады. Ата-анаға құрмет адамдықтың алғашқы белгісі. Сыйламаса үндеме, бірақ өз жүрегіңді кірлетпе. Қадір кетсе үнсіз қал, бірақ өзіңнің адамгершілігінен айырылма. Балаң саған дауыс көтерсе, сен дұғаңды көтер, сыйды талап етпе, өнеге арқылы ұғындыр. Жүректі ренжітсе де, ата-ана мейірімді болудан шаршамауы тиіс. Сыйламау баланың әлсіздігі, кешіру ата-ананың күштілігі. Сый көрмесең де, өзің үлгі бол. Түсінбеген балаға ашу емес, мейірім жетіспейді. Жақсылық көрсетілген жерде сыйластық оянады. Сыйластықты күштеп емес, жүрекпен ояту керек. Ата-ананы ұмытқан ол өз болашағына тас атады. Сені бағаламаған жан бір күні жоғалтқанын түсінеді. Сабырсыз ата-ана баланың қателігін ұлғайтады. Сыйластық жоқ жерде махаббат та суиды. Ата-ана айна, бала сол айнадағы көрініс. Балаң сенің көлеңкең болса, сен оған жарық бол. Сен түсінбеген кезде баланың жүрегі де жабық тұрады. Бүгін ренжітсе де, ертең есейгенде саған қайта жүгінеді. Ата-ананың көз жасы баланың бақытынан кем емес. Бала ата-анасын тыңдаса, бағы жанады. Ата-ананың батасын алған бала алысқа барады. Балаңды қалай тыңдасаң, ертең сені де солай тыңдайды. Бала жүрек қуанышы, ата-ана өмір тірегі. Балаға ақша емес, махаббат керек. Ата-анаға жылау оңай, балаға түсіну қиын. Бала сенің сөзіңе емес, ісіңе қарап өседі. Ата-анаң барда, сенде жұмақтың есігі ашық. Баланы еркелету шегімен, тәрбиелеу шын жүректен болуы керек. Ата-анаңа жасаған қарым-қатынас ертең өз балаңнан көретінің. Бала өмірге келгенде мейірім күтеді, талап емес. Ата-ананың мейірімі баланың жан азығы. Ата-ана жүрегі барлық дұғаның қабыл болатын орны. Баланы тек асырап емес, ақылмен тәрбиелеп өсіру керек. Ата-ананың сенімі баланың қанатына айналады. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.